Сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде жаратылыстану 4-ші сынып, тақырыбымыз кенсіз пайдалы қазба деген не? Бүгін қандай пайдалы қазбалардың кенсіз деп аталатынын білетін боласыздар. Еліміздегі кенсіз пайдалы қазбалардың таралу аймақтарын анықтайсыздар. Кенсіз пайдалы қазбалар тыңайтқыштар құрылыс, яғни тұз, құм, әктас, саз, гранит, мәрмәр, фосфорит. Керемет баспалдақтар. Эврика мен Негеш Астана опера театрына барды. Театрдың баспалдақтары мен идеяны жасауға қандай материал пайдаланғанын түсіндіре аласың ба? Оны қайдан алады? Осы материалдан тағы не жасайды? Баспалдақтар қандай керемет, олар неге жалтырайды? Қарашы, қандай теп-тегіс, жып-жылтыр, олар неден жасалған деп екеуі қатты ойға батты, сұрақтарын. Енді сіздер де өз ойларыңызбен бөліссеңіздер болады. Не үшін қандай материалдан жасау мүмкін деген сұраққа. Неден жасалады? Фотосуретте не бейнеленген? Бұл материалдарға не ортақ? Олар не үшін қажет? Ойланып, жаңаға жауап беруімізге дайындалайық, сіздер. Яғни біз бірінші суреттен құмыра, қыш ыдыстар жасап жатқан бейнені көріп тұрмыз. Екінші, құрылысшылар үй салып жатқанын көріп тұрмыз. Осы екі сурет немен байланысты? Соны сіздер айтуларыңыз керек, ойланып жауап берулеріңізге болады. Топырақ туралы не білесің? Бір парақ қағазға топырақ туралы білетініңді жаз. Оның басты қасиеті қандай еді? Топырақ құнарлылығын арттыру үшін не қосады? Оны қайдан алады? Яғни біз 3-ші сыныпта топырақ туралы өткен болатынбыз. Топырақтың құнарлығын, топырақтың түрлерін, әртүрлі топырақтар болатын еді. Өсімдіктер өсетін топырақ, өсімдіктер өспейтін топырақтар, әртүрлі топырақтың түрлерімен танысқан болатынбыз. Соны өздеріңіз естеріңізге түсіріп жазуларыңызға болады. Кенсіз пайдалы қазбалар: фосфорит, әктас, ас тұзы, сазды кенсіз пайдалы қазбаларға жатқызады. Олар неліктен пайдалы қазбалар деп аталатынын түсіндіріп көр. Оқулық қосымшасындағы картадан шартты белгілер арқылы кенсіз пайдалы қазбалар еліміздің қай аймақтарында таралғанын анықта. Зерттейміз, кенсіз пайдалы қазбалардың қандай қасиеттері болады? Бор қаттылығы қандай? Морт сынғыштығы қандай? Су өткізгіштігі, суда ергіштігі қандай екенін біз жаңағы зерттеуіміз керек. Сіздерге уақыт беріледі. Уақыт беріліп, дәптерлеріңізге жазыңыздар. Әктас, құм және саз, осы 4-еуін зерттеп жазасыздар. Гранит, мәрмәр, әктас, фосфорит, құм, саз, ас тұзы кенсіз пайдалы қазбалар. Олардың құрамында металл болмайды. Бұл пайдалы қазбаларды табиғи түрінде немесе өндіріс пен құрылыста шикізат ретінде пайдаланады. Мысалы, гранит өте қатты тау жынысы болғандықтан құрылыста көп қолданылады. Олар бүлінбейді, мүжілмейді. Әктастан алынатын әк пен үй қабырғасын, ағаштың діңін әктейді. Фосфоритті ұнтақта фосфор тыңайтқышын өндіреді. Ас тұзын күнделікті тамаққа қосады. Әктас бор, құм, саз және басқа да құрылыста қолданатын қазбалардың еліміздің көптеген аймақтарынан кездестіруге болады. Олар ашық әдіспен өндіріледі. Фосфор алынатын фосфорит кені Қаратауда шоғырланған. Оның қоры жөнінен еліміз дүние жүзінде 2-ші орында. Қызылорда облысы Арал ауданындағы тұз өндіретін орындардың бірі Жақсы Қылыш. Сен білесің бе? Асбест жіңішке талшықтардан тұратын кенсіз минерал. Ол отқа жанбайды, сондықтан одан ыстыққа төзімді. Пеш мұржасын өрт сөндірушілердің киімін жасайды. Сауыт жұмысшыларының қолғабына, сырт киіміне асбест талшығы қосады. Яғни кенсіз пайдалы қазбалардың көбі шөгінді жыныстарға жатады. Олар жер бетіне жақын орналасады.
тұз қалай пайда болады? Сіздер ойланып көріңіздер, тұздың қалай пайда болатынын. Үйге тапсырма 38 және 39 беттерді оқимыз.